Иә, мен қолдаймын. XYZ тұрпақ. Түбегейлі қарсымын. Отказ жасадым. Мойындамау ықтимал да. Болмағаннан кейін ол жөнінде айта алмайды екен. Бұл өте қызық сұрақ екен. Сол уақыттың ішінде баланың тәрбиесі кетіп қалады. Баланың қалыптасуына зияны болады. Керісінше қарамайды. Сәлем достар, YouTube каналымда қоғамның ойы деп аталатын жаңа бір айдар бастағалы жатырмыз. Бүгін Құдай қаласа қоғамнан ата әже туралы сұрайтын боламыз. Өте қызықты пікірлер болады деп ойлаймын. Сіздер де осы қызықты пікірлерді қоғамның ойын толық көріп шығыңыз. Қайырлы күн, ата әженің тәрбиесін қолдайсыз ба? Қайырлы күн баршаңызға. Иә, мен қолдаймын ата әженің тәрбиесін. Өйткені өзім ата әжесіз өстім. Соны басқа балалардың ата әжесі болғанда қатты қызығатынмын. Енді кейбір кезде ата әжелер кездеседі, әке-шенің орнын басуға тырысып, өзін мама, папа дегізіп, әке-шесін атымен ататқызып, тіпті кейде жамандап жататын ата әжелер кездеседі. Бұларға деген көзқарасыңыз қандай? Дұрыс емес, өйткені әр бала өзінің ата-анасын тану керек деп ойлаймын. Өйткені мен өзім жиен немерем бар, мен оған нағашы апа деп үйреттім. Ол мені басында мама деп жүрген, бірақ та мен нағашы апа деп айт деп үйреттім. Мен ата-анасының орнын басуға тырыспаймын, қолымнан келгенше әжелік мақсатымды алып жатырмын. Қазіргі жастардың ішінде баласын ата әжеге бергісі келмейтін жастар кездеседі. Оларға деген көзқарасыңыз? Оларға деген көзқарасым дұрыс емес, өйткені ата әже оларда үлкен бір мектептен өткен деп ойлаймын. Ата әженің олардың бұрынғы ата бабаларымыз да әжесімен атасының солардың бағыт бағдарымен өскен ғой балалар. Өйткені оларда үлкен мектеп, оларда тәжірибе бар. Жастарда көп жағдайда жаңағындай қиыншылықтар кездеседі, өздерінің нелерін мойындамай жатады, қолдары тимейді. Сондықтан да ата әжелеріне беріп, олардың бағуына мен жаман емес деп ойлаймын. Қазіргі таңда кейде мынандай сөздер естіп жатамыз, ата әжелер керісінше немереден қашады, баққысы келмейді, еркіндік қалайды деп жатады. Осымен келісесіз бе? Иә, мен сіздің сөзіңізбен келісемін, өйткені ондай нелерді таныстарымыздың арасында бар. Өзіміз демалғымыз келеді, бала баққымыз келмейді дейді. Негізінде көмектесіп, қолдан келгенше қолдау көрсеткен дұрыс. Ол ата әжелер балалардан, немерелерінен қашатын, өздеріне жауапкершілікті алғысы келмейтін шығар деп ойлаймын. Бұл біздің ата әже институтының әлсіреп бара жатқан көрсеткіші ме? Әрине, ата әже институты өте керек бізге. Мен сіздерге ұсынысым бар, бала жағынан, ата-ана жағынан сіздер осындай үлкен ауқымды қазіргі кездегі нағыз керекті витамин дейді ғой, сондай жасаватсыздар. Енді ата әжелерге де осындай сабақтар берсеңіздер екен деймін. Жақсы, ұсынысыңызға және бүгінгі берген сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Апа, жалпы ата әжелердің бала тәрбиесіндегі рөліне көзқарасыңыз? Ата әженің рөлі ерекше. Алмас Ақын мырзаның айтуынша XYZ тұрпақ дейді. Сол біз X тұрпақ болсақ, біз қазір немерелеріміз Z тұрпақ, біз оларды түсінбейміз. Сол үшін да форумға қатысып, тренингке қатысып, сол білімімізді арттырып жүрген жағдайымыз бар. Түсінгіміз келеді сол жастарды. Өте тамаша, жастарға үлгі боларлық әрекет деп айтар едім. Жалпы кейбір кезде ата әжелер немере бағудан қашады деп жатады. Соған байланысты сіздің көзқарасыңыз? Түсінбеушіліктен болады деп ойлаймын. Себебі біздің тәрбиеміз басқа болды да, бұлардікі басқаша. Соған көнбегендіктен, сол үшін кеп отырмын мен осы жерге. Жалпы бұл немере бағудан қашу түсінбеуден бұрын кішкене ата әжелердің эгоистігінен болуы мүмкін бе? Ол да мүмкін, әр жағдай әртүрлі болады, бірақ қашып жүрген жоқпыз, бағып жатырмыз. Бір сабақ берсе орындатамыз. Мен өзім мұғалім болып істедім, химик болып 35 жыл. Сол балалардың барлығына өлең жазып, туған күнде подарка дайындап, сондай бір керемет жағдайлар болып жатыр отбасымызда. Мен немерелеріммен мақтанамын мен. Керемет, сіздей әжесі бар немерелер де бақытты шығар деп ойлаймын. Жалпы негізі баланы, немерені толығымен ата әжеге беруге деген көзқарасыңыз қандай?
ата анасымен өскен дұрыс деп ойлаймын баланы. Бізде былай айтады ғой, бұл қазақтың салт дәстүрі секілді кейбір кісілер айтуға тырысады. Онымен келісесіз бе? Келісуге де болады, бірақ мен өзім пікірім әркім өз баласын өзі өсіру керек деген ұстаным солай. Әркім өз таңдауы бар деген. Жалпы алғанда баланың әке-шешесі болу керек және ата-әжесі болу керек, солай ғой? Иә, сонда толық баланың бақытты болуына жол ашылады. Рахмет апа, берген сұхбатыңызға. Жақсы, рахмет. Бала тәрбиесінде ата-әженің рөлін қалай бағалайсыз? Атаның, әженің рөлі әке-шешедей болмайды әрине. Ол ата өзінің қызметін жасайды, өз жауапкершілігін тек өзінің немересіне қарағанда басқа әкенің рөлін атқармайды ол еш уақытта. Сіз жалпы баланы ата-әжеге толығымен беруге қарсысыз ба? Түбегейлі қарсымын. Неліктен қарсысыз? Себебі ол махаббатты толығымен бере алмайды деп ойладым. Менің бірінші немерем туылған кезде біз бұрынғы тәрбиемен, бұл бірінші немере әженің қызы болу керек деген маған ұсыныс келді да, бірақ мен сол махаббатты мен бере алмайтынымды, әкенің, шешенің махаббатын мен бере алмайтынымды сол кезде сезіндім, мен отказ жасадым. Ол тәрбиені мен алмаймын, бермеймін дедім. Ал кейбір кезде ата-әжелер немере бағудан қашады деп жатады. Соған сіздің ойыңыз? Мүмкін. Оның өзінің бағыты, өзінің армандары, өзінің жаңағы жоспарлары болғандықтан ол немерені есепке алмайды ғой. Мен мысалы оны бағудан категорически отказ беремін. Себебі мен әлі немерем 4 жасқа дейін әкесінен махаббат фундаментін алу керек. Одан кейін анасының фундаментін алу керек. Ол махаббатты мен бере алмаймын. Сіз немере бағудан қашасыз ба, әлде әке-шешесінің қасында өскенін қалайсыз ба? Немере бағудан қашатын шығармын, оны шынайы түрде мойындауым керек шығар. Шынайы сұхбатыңызға көп рахмет. Алмас мырза, жалпы тұңғышты ата-әжеге беру керек дегенмен келісесіз бе? Жоқ, келіспеймін. Неліктен? Себебі өзім практикамда кездесті, қаншама адамдарда сол проблема тудырады ертең. Өзінің әкесінен туған, биологиялық әкесінен, шешесінен қол үзген бала ертең кешпе бәрібір ата әжесі қасында болмайды ол мәңгі. Ертең кеткеннен кейін немесе өзінің өмірлік жолына қадам басқаннан кейін бәрібір өзінің ата анасымен байланысқа түседі. Сол кезде қарым-қатынас нашар болады. Сол кезде бала өзінің әкесін әке ретінде, ана ретінде мойындамау ықтималда. Жалпы кейбір кісілер бұны қазақтың салт дәстүрі, қазақта бұрыннан бері келе жатқан нәрсе деген секілді айтады. Бұнымен оған қалай қарайсыз? Бар сондай. Бірақ кішкене оны дұрыс түсінбейді. Бізде қыз алып қашу деген секілді бар, бірақ оны астарын түсінбей жатады. Ол жерде атаға, әжеге берудің негізгі мәнісі ол 24 сағатқа беру деген сөз емес. Ол жерде олар әженің даналығын атаның өсиетімен өссін деген мағынада жатыр. Ал түнде ол өзінің әкесімен, шешесімен бірге болу керек бала. Жалпы кейде мынандай сөздер естіп жатамыз, кейбір ата-әжелер немере бағудан қашады дейді. Осымен келісесіз бе? Қазір сондай болды. Қазір бесік жырын білмейді, немере бағудан да, тәрбие беруден де қашады. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Себебін мен зерттеп көрмеппін бұл жағын. Онда зерттеп көріңіздер. Жақсы, Алмас мырза, көп рахмет. Алла разы болсын. Жақсы. Сізге де рахмет. Жалпы бала тәрбиесіндегі ата-әженің рөліне көзқарасыңыз қандай? Жалпы алғанда ата-әже жақсы тәрбие береді. Ол қай тұрғыдан дегенде үлкенді сыйлау, үлкенге ізет, құрмет деген жалпы. Негізінде мен ойлаймын, ол бала тәрбиесін ата-ана өз жауапкершілігіне алу керек деп. Яғни ата-әжеге беріп қойып өздері мына жақта қыдырып жүруге болмайды ғой? Жоқ, олай болмайды. Өз жауапкершілігін өзіне алу керек ата-ана. Сіз өзіңіздің балаларыңызды ата-әжесіне бересіз бе? Иә, беремін. Қарайды. Өзіңіздің айтқан сөзіңізге қайшы болып қалмады ма? Кейбір кездерде қарама-қайшылық тудырады әрине, бірақ мен барынша
стараться етемін, что өзім қарадым балама, өзім жауапкершілігімде болдым. Мысалы мына жерде сіз бүкіл Қазақстанның ата әжелеріне бір ауыз сөз айтар болсаңыз, не деп айтар едіңіз? Ата әженің тәрбиесі жақсы, бірақ баланы ата ананың бала тәрбиесін ата ананың өз жауапкершілігіне берген дұрыс. Кейде кейбір ата әжелер кездеседі, жаңағы келіні жайында, баласының анасы жайында жағымсыз сөздер айтатын, анасын жамандайтын ата әжелер кездеседі. Бұларды сіз қалай қабылдайсыз? Ол өте дұрыс емес, яғни біздің дәстүр бойынша бірінші баланы ата әжесіне беріп жатады. Ой, осы атасының баласы, әжесінің баласы деп. Сол өмірлік тәжірибеде менің көргенімде көбіне бірінші бала ата-ана әжесіне тәнті болып өседі да, өзінің әке-шешесіне деген мейірім, махаббатын көрсете алмайды. Даже кейбір жағдайда болады, ол құшақтап өзінің мама, мен сені жақсы көремін деген сөздерін айта алмайтын жағдайда болады. Рахмет, сұхбатыңызға көп рахмет. Жалпы баланың толығымен ата әжеге берілуін қолдайсыз ба? Баланың толығымен ата әжеге берілуін жалпы айтқанда қолдаймын. Қандай пайдалар бар деп ойлайсыз? Өйткені ата мен әжеде өскен бала ол мейірімділік танытады, рухани биік болатын бала. Өйткені өзімізде кезінде ата әженің қолында өстік. Қазір әке-шешеңізбен қарым-қатынасыңыз қалай? Қазір әке-шешеммен қарым-қатынасым Құдайға шүкір өте жақсы. Өйткені сол мейірімділік сезімі қазір менде өте күшті орнаған. Ал кейбір кезде кейбір ата әжелер болады, жаңағы баланың туған анасын атымен ататып, әкесін атымен ататып, кейбір кезде тіпті анасы жайында жағымсыз сөздер айтатын ата әжелер болады. Бұған байланысты сіздің ойыңыз? Енді өз басым біздің аталарымыз сөйтіп айтқызбады. Енді сол өзім басымда болмағаннан кейін ол жөнінде айта алмайды екенмін. Біреудің мәселесі жөнінде. Мысалы мен өзім мынау әкең, мынау анаң деп бізді баламыз кезімізде солай өсірді. Бізде барлығына бір мейірім махаббатпен өстік, сол шынды айтқан. Мен мақтанатым, екі әжем де, екі апам да бар деп. Солай болды менде. Жалпы алғанда сіз өзіңіз достарыңыздың, айналаңыздағы адамдардың арасынан осы атасының баласы немесе әжесінің баласы деген секілді достарыңыз болды ма? Болды, ондайлар өте кездесті. Олардан қандай бір ерекшелік байқадыңыз? Олар бір не айтып жатқан кезде, мысалы, әкенің сөзіне кішкене андай дөрекілік жауап береді. Сен мен әкеме деген қандай сен маған әкесің деген сияқты, мен әкем ана кісі, сен маған ағасың деген сияқты кездесті ондайлар. Былайша айтқан кезде, баланы ата әжеге толығымен берген кезде, әке шеше мен баланың арасында осындай бір суықтық болады дегенге келеді ғой? Келуі де мүмкін енді. Тәрбиеге байланысты болып тұр бәрі. Сол жағында солай ойлаймын мен. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Бала тәрбиесіндегі ата әженің рөлін қалай қарайсыз? Жалпы ата-ана өзі тәрбиелеген дұрыс деп ойлаймын. Әрине ата әженің де атқаратын рөлі болады ғой. Дегенмен де нақты бала ата-ананың өзінің қамқорлығын, мейірімділігін сезініп өскен жөн деп есептеймін. Мысалы, кейбір ата әжелер немере тәрбиесінен қашады деп жатады, сонымен келісесіз бе? Келісуге де болады, келіспеуге де болады. Өзіңіз сондай немере тәрбиесінен қашатын ата әжелерді кездестірдіңіз бе? Кездестірген жоқпын негізі. Жалпы негізі кейбір ата әжелер әке-шешенің орнын басуға тырысады. Өзінің туған анасын, әкесін атымен ататқызып деген секілді. Соған қалай қарайсыз? Өте қарсы қараймын. Себебі ол кейін ата әже деген енді бәрібір анаға қарағанда ғұмырлары қысқа ғой. Сондықтан да ойлаймын, өзінің ата-анасын кейін ол сезінбей қалады деп ойлаймын да. Сондықтан ол нәрсеге құптамаймын. Яғни сіз балаларыңызды ата әжеге бермейсіз ғой? Егер бөлек тұрсам, аптасына былай демалыстарда жіберіп тұруға болады, бірақ нақты қолына бермес едім. Жақсы, рахмет көп. Тұңғыштың тәрбиесін ата әжеге беру керек дегенмен келісесіз бе? Енді бұл өте қызық сұрақ екен. Енді өзім әзірше бойлақ болғандықтан, ол осы ата әжеге беру осы бір сұрақты мен 4 жасқа дейін негізі ата-анамен бірге болған дұрыс деп ойлаймын. Ата әжеге берген дұрыс, бірақ ол қандай ата әже екеніне байланысты. Мысалы, қандай ата әжеге беруге болады, қандай ата әжеге беруге болмайды? Енді бұлай бөліп жарғыда өте қиын. Ешкім жаман дей алмайсың ғой, бірақ сонда да шынайы қазақи түрде, қазақи ортада тәрбиеленген бір жақсы адам, өзі адамның жақсылығы көрініп тұрады көзінен, түрінен. Жалпы жас жігіт ретінде, болашақ әке ретінде қазіргі қазақтың ата әжелеріне қараған кезде қарныңыз ашатын қандай да бір оқиға бар ма? Кейбір кезде болады. Нақтырақ бір екеуін айтып өтсеңіз. Мысалға, кейбір
енді өзім көргенім кейбір ата әжелеріміз енді ата әже деп айту қиын ғой енді. Мысалы несі ұнамайды? Мысалы адамның жан дүниесі сыртқы келбетін ақтап білуге болады да. Сол сыртқы келбеттен көріп ақты деп кішкене бір іште бір қарның ашиды да. Сөздерінен де ғой енді. Адам сөйлегеннен де білінеді адамның қандай екенін. Істеген ісіне де қарап отырып адам ой түйеді ғой. Түйген ойым сол мысалы. Барлығына демеймін. Әртүрлі адамдар болады, адамның әртүрлісі болады. Сол себепті мен жалпы өзім қарсы демеймін. Қандай адам екенін қарау керек деп санаймын. Жақсы, сұхбатыңызға көп рахмет. Тұңғыштың тәрбиесін ата әжеге беру керек дегенмен келісесіз бе? Мен жалпы келісемін, егер де ата-анамен ата енесімен барлығы бір бөлмеде тұрса, бір үйде тұрса. Ата әжесінен бөлек тұрса, баланы беругенге мен қарсымын, потому что воспитание екі түрлі болып кетеді. Мысалы кейде жастардың арасында мынандай жағдайлар кездеседі. Жұмыс істеу керекпіз, екі жақтан тезірек үй алу керекпіз деген секілді ойлармен баласын ауылға ата әжесіне жіберетін жастар кездеседі. Осылардың осы бір әрекеттерін қалай бағалар едіңіз? Бұл жерде басқа да шешімдерін табуға болады ғой. Екі ортада уақыт оны ұстай алмаймыз ғой. Сол уақыттың ішінде баланың тәрбиесі кетіп қалады. Сол үшін басқа да варианттар, басқа да жолдар бар. Соны іздестіру керек деп ойлаймын. Жалпы алғанда үйді 1-2 жыл кеш алуға болады, бірақ бала тәрбиесін 1-2 жыл кешіктіре алмаймыз дегіңіз келеді ғой. Иә, дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Солай, ол материалдық жағдай ғой. Любой уақытта қол жеткізеді. Вот баланың тәрбиесіне ол өтіп кеткесін оны ештеңені қайтара алмаймыз ғой. Сіздің балаларыңыздың ата әжесі қазір тірі ме? Менің баламның ата әжесі қайтыс болған, нағашы әжесі бар. Нағашы әжесімен қарым-қатынастар қандай балаларыңыздың? Нағашы әжесінің денсаулығы жоқ. 8 жылдай болды. Сосын енді бірақ жалпы қызымды сол көбінесе әжесі тәрбиеледі. Енді жақын арада сіз де әже боласыз. Тұңғышты өзіңізге сұрайсыз ба, сұрамайсыз ба? Бұйырсын. Жоқ, егер де мен қыздікі болса сұрамаймын әрине. Олдық болса? Олдық болса, мен жалғыз ұлым бар, әрине қасымда болады ғой болса. Бір үйде тұрасыздар ма, өзіңіз алып кетесіз ба басқа жаққа? Жоқ, бір үйде тұрамыз. Келініңіз бірге тұрғысы келмесе? Басынан тәрбиелеп алам деп ойлаймын. Алла қаласа, сол күнге жеткізсін деп. Жақсы, онда бала шағаңыздың әрқашан қуанышын көріп жүре беріңіз. Рахмет. Қайырлы кеш. Бала тәрбиесінде ата әженің рөлін қалай бағалайсыз? Бала тәрбиесінде ата әженің рөлі керемет. Бірақ мен өзім бала тәрбиесін өзінің ата анасы тәрбиелеген дұрыс деп ойлаймын. Яғни ата әжеге беруге қарсысыз ғой? Қарсымын. Неліктен қарсысыз? Себебі әрбір ата ана өзі жауапкершілікті өз мойнына алуға тиісті. Ата әже тәрбиелегенде қандай проблема болуы мүмкін деп ойлайсыз? Ата әже баланы тәрбиелесе, менің ойымша өз ата анасын мойындауына кедергі бола ма деп ойлаймын. Баланың қалыптасуына зиян тие ма? Баланың қалыптасуына зияны болады. Бұл ойға қалай келдіңіз? Қандай да бір туысқандардың арасында, жақындарыңыз арасында осындай бір тәжірибе бар ма? Әрине, өмір болғаннан кейін барлық адамда қазір кездесіп жататын проблемалар. Енді менің өз отбасымда емес, бірақ басқа бір семьяларда кездесті. Әжесінің қызы болып өскен, бірақ өзінің ата-анасын мойындамайтындар. Қазақта әкесін, шешесін мойындамағандықтан біреулер жеңге деп айтады, немесе басқадай айтады, өзінің анасы әкесі деп қабылдай алмайды. Себебі ол атасының әжесінің қамқорында болғандықтан болу керек деп ойлаймын өзім. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн. Ата әженің тәрбиесін қолдайсыз ба? Әрине қолдаймын. Қандай пайдалар бар деп ойлайсыз? Ата әжеден көбінесе мынау даналық өтеді ғой балаларға. Ал кейде әке-шешенің орнын басуға тырысатын ата әжелер кездеседі, оларға қалай қарайсыз? Орнын басатын ба? Мысалы, өзінің мама дегізеді, өзінің әке дегізеді да, өзінің туған әке-шешесін атымен атататын кейбір ата әжелер кездеседі, соны қалай қарайсыз? Шынымды айтсам, маған ондай қазіргі заманда ол аз сияқты. Өйткені қазіргі ата әжелер көбінесе керісінше қарамайды. Қазіргі ата әжелер керісінше немереден қашады дегіңіз келіп тұр ғой? Иә, олар қарамайды. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Бұның себебі олардың кезінде олар көбінесе жұмыс деп жүрді ғой, енді Совет одағының кезінде жұмыс деп көбінесе өздерінің балаларını жаңағы садикке беріп, олар соған үйреніп қалған, именно кішкентай балаларды көтере алмайды деп ойлаймын. Сол себепті деп ойлаймын. Яғни ата әженің әлсіздігі деп ойлайсыз ба? Әлсіз тұсы ма? Мүмкін әлсіз тұсы шығар, иә. Бұл біздің бала тәрбиесіне кері әсер етеді деп ойлайсыз ба? Кері әсер етеді, иә, әсер етеді. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға.